Баршаңызға сәлем. Бүгін қызылшадан икра дайындаймыз. Ол үшін бізге пияз, қызанақ, қызылша, чеснок қажет болады. Барлық қажетті заттарды осы видеоның астына жазып қоям. Сол жерден көріп, алдын ала дайындап алсаңыздар болады. Пиязды 4 бұрышты етіп сақтап тураймыз. Пияз дайын. Содан кейін қызылша мен қызанақты ет тартқыштан өткіземіз. Ол үшін алдын ала кесіп дайындап қоямыз. Міне қызылша да қызанақты дайын, енді ет тартқыштан өткіземіз. Екеуін бірге қосып өткізе берсеңіздер болады үлкен ыдысқа, қызылша мен қызанақты. Міне қызылша шашырамау үшін осылай салафанды қойып қойдым. Чеснокты бөлек ыдысқа ет тартқыштан өткізіп аласыздар. Содан кейін қазанға сүйек май құйып, сүйек май қызғаннан кейін пиязды салып жақсылап қуырасыздар. Пияз жақсылап қуырылғаннан кейін осы пияздың үстіне ет тартқыштан өткізілген қызанақты және қызылшаны саласыздар. Сүйек май қосасыздар, тұз қосасыздар және жақсылап төменгі отта 45 минут қайнатасыздар. Жақсылап араластыру қажет. Басында жоғарғы отқа қоясыздар, қайнағаннан кейін араластырып, төменгі отқа қойып қоясыздар. Салаты ортасында араластырып тұру керек. 45 минут қайнағаннан кейін чеснокты және 9% уксусты қосып, жақсылап араластырып, тағы да 10 минут қайнатасыздар. Сонда салат 55 минут төменгі отта қайнайды. Және дайын салатты өшіріп, банкілерді, қақпақтарды стерилизациядан өткізесіздер. Мен банкілерді осылай жақсылап жуамыз содамен, содан үлкен қасық, 3 қасық суық су құйып, осылай микроволновая печта 2 минут ысытып аламын. Ал қақпақтарды 3 минут қайнатамын суға. Міне стерилизациядан өткен ыстық банкілерге салатты ыстық қалпында құямын, және ауа қалып қалмасын. Салатты банкіге салған кезде міндетті түрде қасықпен салаттың үстін басып, банкіге салғандарыңыз дұрыс. Салат та банкіде ыстық болсын, және қақпақтарды да жақсылап қайнатыңыздар. Дайын салаттың қақпағын жауып, тексеріп, содан кейін аударып, бір күнге үстін жауып қойып қоясыздар. Яғни мен осындай одеяломен немесе бір орамалмен жауып қойсаңыздар болады. Бір күннен кейін аласыздар. Баршаңызға ас болсын. Осы салат дайындасаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлфия.